Bir şeye ketкен жол, o Kızılалма таш көмірге, бияғы Алабұққа, бияғы Чаткалға кеткен жол. Именно бұл жерден аварияның бары ушул жерден болады. Именно ушул жерден ше. Авария ушул жерден. Өлгөндүн да бар. Өлүм көп бүт бар ушул жерден болады. Жок деді. Бияқ қарасаң тет жақтан баштап. Бүт сплошной полоса да, бияқ сплошной полоса көрдің. Қараңғыда келіп тұр, жолды таппай қалады. Теге встречный келіп тұр, встречный бияққа салады, а бұл келіп тұр, сүзіп салып жатады. Тем более чоң машина мына спуска. Қатты келіп тоқтана албайды, көрдің, поворот. Ошоға мол жерге знак қойдыртыш керек. Яқтың шыма, мол жақтан. Шарға кеткен, райондор бириктирген знак. Бияғы республикаға кеткен еменікінше, Бишкекке кеткен, екінші столицаға кеткен. Ана мол жақ областьқа кеткен, бір дағы еме жоқ. Азыр мол жерден адамдар адашат. Қыз-қызым яқтан тайып келіп тұрып, нерде сүзіп, мұн қара. Көрдің мü? Бұрылғанда жол, павроттың жағы, көрдің бүт ұшында. Шын жерге знакта қойдыртыш керек. И плюс прожекторлардан қойдыртыш керек та. İşteş керек бұл жерге çıkмайды. Вообще сон болып қалаткенде жарық болыпчу. Немесе қандай жол болчу. Қанша деген бала ата-енесінен айырылып жетім қалды. Қанша деген ата-ене балдарынан айырылды бұл жолданчы. Жерден адашқанда, мынакей мынау даже машина адашып атат, тормоз қайра тепчи. Мына қап-қара болгондо. Мына жаққа Ташкөмір шаарына кирип кеткен жол, Аксыга кеткен, Алабұқа Чаткалга. Көп ушул жерден адашкан. Азыр мынакей жап-жарык болуп, адашпай да каласың да. Ушул жерде 1,5 жыл мурун тарттык эле. 1,5 жыл мурун тартып, интернетке чыгарганда 100 миңден ашык просмотр болгон. Ар ким ар кандай сөздөрдү айтып, эме кылышкан. Тура эле деп бул жерчи. Жергиликтүү Кызылалманын жаштары жана Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин төрагасы, Жаштар партиясынын депутаты Эрик Орозбаев прожекторлорду алып берип, Кызылалманын айылдын балдары өстөрү турбаларын казышып өстөрүнөн болушту бардык нерседе. Өстөрү өз күчү менен казышты да. Алла разы болсун бардык кылган, мээнет кылган бир туугандарга. Чын өтө чоң сооп да. Анткени кандуу жол бул жер. Канча деген авария болду бул жердечи.